Далада отырған атасынан немересі алқапты көрсетіп сұрайды. Ата, адамдар не істеп жатыр? Айнала қайнаған еңбек. Күріш алқабында жүрген еңбек адамдары. Жайқалып өсіп тұрған күріш дақылы. Бұл дақылды өсіру үшін жұмысшылар көп еңбек етті. Азанда ерте келіп, баптап, суарып, арам шөптен тазалап, мәпелеп өсіріп күн бата қайтады. Міне сол еңбек қайтты. Балам, мынау күріш өсімдігі. Сабағы ұзын, басы масаққа толы. Алғашқы кезде жасыл болады. Қазір сары түсті. Бұл күріштің піскенін білдіреді. Масақ толы күріш екен ғой? Иә, күріш пісті. Енді ору науқаны басталды. Ата, анау қандай машина? Бұл күріш оратын дестелегіш көлік. Күрішті орып дестелейді. Комбайн дестелегеннен күрішті кеседі, басқа шөптерден тазартады. Анау жоғары жағында қаушағы бар, соған күрішті толтырады. Осы жұмыстың бәрін комбайн атқара ма? Енді біліп жүретін боламын. Толған күрішті машинаға құяды. Ол қырманға апарады. Ол жерде күрішті тазалап, сорттайды. Ал ана кісілер қандай жұмыс жасайды? Олар егіншілер. Дақылды егіншілер егеді. Комбайнды комбайншы, тракторды тракторшы айдайды. Балам, кел, даланың наны тәтті. Сусын ішіп, әжеңнің берген нан майын жеп алайық. Ата, менің өз донерім бар. Тәйірі, ол тамақ па? Одан мына шоққа піскен таба нан дәмді. Жарайды. Қандай дәмді. Осындай дәмді нанды жеп көрмеппін. Ата, менде өскенде білімді боламын. Кітапты көп оқимын. Менде күріш егемін, ата анама көмектесемін. Еңбек етсең береке болады. Күш қуат береді. Өркенің өссін. Қыдырдарып бақ қонсын деп баланың басын сипайды.